Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көптеген дұғаны үйреткен болса, сол дұғаның біреуін Муаз ибн Джабал есімді сахабасына айтады: ей Муаз дейді, мен саған бір дұғаны үйретемін дейді. Сол дұғаны дейді 5 уақыт намаздың артынан айтып жүр дейді ғой. Алланың елшісі үйретіңіз дейді. Сол дұға иншалла біз де жасап жүрсек, дұғамыздың қабыл болуына себеп болады. Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадати. Яғни осы дұғаны Муаз ибн Джабалға пайғамбарымыз үйреткен. Аллахумма а'инни аля зикрика, я Раббым, маған жәрдем ет сені зікір етуде. Ва шукрика, саған шүкір етуде маған жәрдем ет. Ва хусни ибадати, саған жақсы әдемі түрде құлшылық етуге маған жәрдем ет деген дұға. Я Раббым, маған құлшылық етуде жәрдем ет, маған сені зікір етуде, сені шүкір етуде маған жәрдем ете көр деп Аллаға әрбір намаздан кейін дұға етуді пайғамбарымыз сахабасына өсиеттеп кеткен болса, біз де сол иншалла намазымыздан кейін айтып жүретін болсақ, дұғамыздың қабыл болуына себеп болатын амал, құрметті бауырлар.